Гүлген сұлу неткен көркем, мына менің туған өлкем. Мен Отынчиева Дильназ, кинорежиссер Айған Шажынбаев атындағы номер 3 Явленка орта мектебінің 8 сынып оқушысымын. Табиғатты аяла республикалық форумының лэпбук номинациясының қатысушысымын. Бұл конкурсқа арнап мен табиғатты аялау, болашақты сақтау атты экологиялық кітап жасадым. Бұл кітапта Қазақстанның табиғаты ең көрікті жерлері жайлы көрсетілген. Олар Қазақстанның таулары, Қазақстанның жазық далалары. Қазақстанның жазық далаларына Батыс Сібір мен Сарыарқа ең қолайлы болып табылады. Себебі топырағы құнарлы, ауыл шаруашылығына қолайлы, және де егіншілік пен мал шаруашылығы жақсы дамыған болады. Қазақстанның өзен көлдері еліміздің байлығы болып табылады. Оларды қорғау әрбір азаматтың міндеті. Қазақстанның шөлдер жауын-шашын аз, өсімдіктер сирек кездесетін, ауа райы құрғақ болып табылатын жерлер. Қазақстанның ең ірі шөлдері ол Қызылқұм, Мойынқұм, Бетпақ дала және де Қарақұм болып табылады. Қазақстанның жануарлар әлемі. Қазақстан жануарлар дүниесіне бай ел. Кең дала, ормандар, таулар, шөлейт далаларда жануарлар өте көп мекендейді. Табиғатын қорғау. Қазақстан табиғаты біздің ең үлкен байлығымыз болып табылады. Жалпы, осы кітапшаны жасаудағы мақсатым ол оқушыларды табиғатты аялауға, өз туған жерінің нышандарын біліп жүруі, және де табиғаттың байлығын қорғауға шақыру.